Кәсіпкерлердің банкротқа ұшырау негізгі себебі ол қаржыны дұрыс басқармау дедік, иә. Енді ол қаржыны қалай дұрыс басқару, жалпы неден бастауға болады, соны кішігірім өзім опытыммен бөлісіп кетейін. Өйткені сол қарапайым принциптерді ұстанбаған есебінен менде де өте бизнесте үлкен проблемалар болған. Қараңыздар, жалпы бизнесте расходтың, яғни шығынның екі түрі бар, негізгі екі түрге бөліп алған дұрыс. Біріншісі постоянный, екіншісі переменный деп атайды. Разницасы не? Постоянный расходтар, олар сіздерде сауда болсын болмасын, сізде пайда болсын болмасын төленетін расходтар ай сайын. Ол сізде сотрудниктердің оклады болуы мүмкін, арендасы болуы мүмкін, А переменный расходтар тек сауда болған кезде ғана жасалынатын расходтар. Бізде как кәсіпкер ретінде енді біздің бірінші істейтін іс-әрекетіміз, біз постоянный расходтарды азайтып, переменный расходтарға ауыстыруға әрекет жасауымыз керек. Яғни егер де кәсіп, мысалы сіздерде адамдарыңызда оклад көп, бонусы аз болатын болса, наоборот, окладын азайтып, бонусын көбейтуге әрекет жасауымыз керек. Бізде сол кезде ғана бизнесте тұрақтылық орнайды. Сондықтан да сол расходты екіге бөліп аламыз. Жалпы расходтарыңыз постоянный и переменный деп аталады. Постоянный расходтарды жазып шығасыз. Қанша болды? Біздің мақсат сол постоянный расходтарды азайту. Яғни ол бізде ең үлкен риск тудыратын, яғни кәсіпті банкротқа алып келетін расходтардың бірі саналады. Оның барлығын біз переменный, яғни сауда болған кезде ғана жасалатын расходтарға ауыстыруға тырысамыз. Бірінші осыдан бастасаңыз, Құдай қаласа, сіздің кәсібіңіздің өркендеуіне әсер етеді. Сол, күндеріңіз сәтті өтсін.